Сәлем барлықтарыңызға, бүгін біз сіздермен яғни білезік жасайтын боламыз. Ол үшін бізге ювелирный трос керек болады, және алдымызда тұрған бусин керек болады, стеклянный бусин, және арасында осындай әдемі ерекше фурнитуралар бар. Мінекей осындай фурнитуралар бар, және осындай колпачок, және карабин, соединительный колечко, осындай заттарымыз бар. Яғни жасап жатырған кезде таныстыратын боламын, яғни керекті заттармен. Яғни ювелирный тросты біз қиып аламыз, және ол екеуінің бастарын тең қыламыз, мінекей бірдей қылып, және шеткі жағын осылай қайырамыз. Мінекей, және осыған біз осындай бізде не бар, яғни консевик, осыны осылай салу арқылы қысып тастайтын боламыз. Мінекей, екі басын осылай қосамыз. Яғни бірінші бір жағын қайырып аламыз. Мінекей, осылай бір жағын қыстық, енді келесі жағын қысатын боламыз. Яғни қаттырақ қысқандарыңыз жақсы болады, сол кезде біздің тросик яғни шықпайтын болады. Мінекей, осылай қысып тастаймыз, бізде осындай пайда болады. Мінекей, енді осыған біз моншағымызды жинай бастаймыз. Ең алдымен осындай бусиннен үшеу жинаймыз. Мінекей, біреу, екеу, үшеу, төртеу, және бесеу. Мінекей, осылай мінекей соңына дейін жинадық. Енді осы жерде бізге колпачок, яғни колпачокты бірінші кигіземіз. Осылай екеуін кигіземіз, және оған керісінше қарама-қарсы кигізетін боламыз. Мінекей, осылай кигіземіз. Мінекей, бізде осындай пайда болады. Енді қайтадан 5 моншақ жинайтын боламыз. Мінекей, біреу, екеу, үшеу, төртеу, және бесеу. Мінекей, бізде осындай болып шығып жатыр. Енді осы жерге мен осындай бізде көбелек тәрізді фурнитурамыз бар. Мінекей, өте әдемі, ерекше. Осыны салатын боламыз. Мінекей, осылай саламыз, және қайтадан 5 моншақтан жинаймыз. Мінекей, біреу, екеу, үшеу, төртеу, және бесеу. Мінекей, жинадық. Енді қайтадан бана колпачогымызды кигіземіз, және екіншісін кейінге қаратып кигіземіз. Мінекей, осылай. Енді қайтадан бесеу кигіземіз. Мінекей, біреу, екеу, үшеу, төртеу, және бесеу. Мінекей, осылай толық жинап шықтық. Мінекей, бізде осындай білезік пайда болды. Байқасаңыздар, көбі осындай білезікті бізде яғни резинкіде жинайды. Резинкіге жинасаңыздар да болады. Бірақ мен осылай жинағанды жөн көрдім. Мінекей, өте әдемі. Резинкіге де осылай жинасаңыздар болады. Қараңыздар. Енді әрі қалай аяқтаймыз. Яғни кішкене төмен жаққа қайырамыз. Яғни кері кигіземіз. Мінекей, біреуін қайтып кері кигіземіз. Моншаққа. Және төменге қарай тартамыз. Моншақтарымыздың арасы бос болып кетпеу керек, яғни соған мән береміз. Төменге түсіріп, мінекей, тартамыз. Мінекей, осылай төмен түсіреміз. Міне. Енді осыған бекітеміз. Яғни соңғы немізді, консевикімізді, яғни бекітетін боламыз. Ыңғайлы ретінде. Ыңғайлы ретінде мына біреуін бері қарай шығарып алдым, кедергі келтірмес үшін. Мінекей. Енді қараңыздар, мына ортасында тұр, ішіне кіріп. Енді осыны қайратын боламыз. Бірінші бір жағын қайырып аламыз. Мінекей. Мен камерамен істеп жатқасы маған кішкене қиын болып тұр. Мінекей. Және енді келесі жағында қайырамыз. Мінекей. Мінекей, бізде осындай білезік пайда болды. Мынаны керісінше қайтып кейінге қарай шығарып аламыз. Тросикті. Және қиып тастаймыз. Мінекей, жақындатып тұрып кусачкамен яғни қиып тастаймыз. Мінекей, қиып тастадық. Енді үстіңгі жағында төменге тартып тұрып қиып тастаймыз. Мінекей, бізде осындай білезік, өте әдемі білезік пайда болды. Енді бұны соединительный колечкомызбен аяқтаймыз. Өте оңай, өздеріңіз білесіздер, күнделікті. Яғни ашып аламыз екі жағын.
Және осыған карабинімізді саламыз. Соединительный колечко кішкентай болса, білезікте өте әдемі көрінеді, үлкен болғаннан көрі. Сол үшін кішкентай болса, жақсы болады. Кейін осылай екі жағын қысып тастаймыз. Мінекей. Келесі жағы дәл солай. Соединительный колечкомызды ашамыз. Бұл білезікті сыйлыққа жасасаңыздар да өте әдемі. Пластмасс емес, пластик емес, стеклянный бусин. Өте әдемі көрінеді. Камерамен жасап жатқасын кішкене қиынға соғып тұр. Мінекей. Енді бекітіп жауып тастайтын боламыз. Мінекей бізде дәл осындай білезік дайын болды. Қараңыздар, өте әдемі, ерекше. Қолда әдемі тұратын болады осылай. Мінекей. Соңғы жағына, яғни осындай бусинмен қадап қойсаңыздар болады мына жеріне, соңғысына әдемілік үшін. Мінекей бізде осындай білезік, әдемі білезік пайда болды, өте ерекше, әдемі. Жасап көруге кеңес етемін, жасап көріңіздер. Соңғысына осындай бусин қададым, қараңыздар, өте әдемі, өте ерекше болып тұрады қолда. Бұған қосымша ретінде мысалы цепочка жалғасаңыздар да болады. Бұл өздеріңіздің фантазияларыңызға, идеяларыңызға байланысты. Мысалы мынандай қылып, осылай моншақ жалғасаңыздар да бүйтіп, яғни цепочка жалғасаңыздар да болады, өте әдемі болып тұрады. Видеоны аған болса арнаға тіркеліп кетіңіздер, каналды қолдап, алда қызықты видеолар шығып тұратын болады. Каналға жазылып тіркеліп кетіңіздер.